Армысыздар қымбатты көрермендер. Бізде кезекті шығарылым. Бізде бүгін жаңа локация, жаңа шаш үлгісі. Реал мен Бавария арасында ойында бәсестік, жеңіліп қалдық. Нәтижесі осындай болды. Бәрі өзгеріп жатыр. Бізде тек қана сол өзгермей тұрған Реалдың құрамы. Сондықтан да бүгін Реал туралы кеңінен көпшілік айтайық деп бізге Реал Мадрид Қазақстан телеграм арнасының авторы, админі Ақбота Темірбекті шақырдық. Ақбота ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді не айтамыз? Айтатын нәрсе өте көп. Сол ойынды еске алайықшы. Бір сенім болды ма негізі өтіп кетеді ау деген, әлде соңына дейін сенген жоқсыз ба Реалға мынандай құраммен деп? Жалпы Баварияға қарсы ойында Реал Мадридтің мүмкіндіктері болды ғой. Бірінші ойында бір гол соққаннан кейін 2-1 енді ана жаққа барған кездері жақсы мүмкіндіктер болды. Ардагерлер бірінші минутқа жеткізбей гол соққан кездері, тем более күтпеген жағдай болды да. Сол кезде сенім ояна бастады. Негізі сенім болды, бірақ сеніміміз ақталған жоқ. Мәңгі камбэк жасай бермейді ғой команда. Маған солай көрінді, бірақ камбэк жасап бір керемет әдемі ойнап шығатын шығар деп. Гүлердің голы масқара болды ғой. Әдемі Онда керек. 2 голда. Бірінші гол қателіктен кетті, Нойердің өзі. Бірақ енді ондай тебудің өзі бірақ шеберлік қой. Шеберлік қой, иә. Жақсы, енді өсіп келе жатыр ғой, бірақ дегенмен де мен оны пікірім өзгерген жоқ. Реал Мадридтің әлі креативті деңгейді жеткізе алатын жартылай қорғаушысы ретінде көрмеймін. Бәлкім жазда ұсыныстар түсетін болса, Реал Мадрид оны сататын шығар деген үміт бар. Себебі бізде Реал Мадридтің жалпы несінде академиясынан шыққан қазір Нико Пас бар, Комада жарқырап ойнап жүр. Соны қайтарып алса, мүмкіндіктерді жасай алатын, жалпы өзі ойынды шабуылды алып беретін креативті жартылай қорғаушылардың бірі. Көре жатамыз енді қалай болатын. Өйткені Реалда үлкен өзгерістер керек. Өзгерістерге сұранып тұр ғой негізі қазір. Перес киім ауыстыру бөлмесіне кірген кезде тым болмағанда чемпионатта абыроймен ойнап шығыңдар деп айтыпты ғой, Флорентино Перес раздевалкаға кірді, киім ауыстыратын бөлмеге, бірақ ойыншыларға кіріп рахметін айтып кетіп шығып кеткен. Басқа жаңағы желіде тарап жатыр ғой, ардагерлерді шығарып жіберіп деген, бара бер деген ақпараттардың барлығы ол жалған. Оны өзінің ардагерлерін бірінші источникті іздейсің ғой, енді сөйтсе қарасақ Твиттерде Фенербахчені жаңағы, енді біз қазақтарымыз ғой, біз әліпті Манчестер Юнайтедқа, Реал Мадридке алып келген адамдарымыз ғой, комментарий арқылы. Олар енді осы комментарий, сондай дүниелер арқылы өзінің Еуропадағы ойыншыларын жетілдіргісі келеді, сондай жалған ақпараттар таратқан. Перес естуімше тек қана кіріп рахметін айтып шығып кеткен болды. Басқа не дейді енді ол? Ұрыспаған ба ғой, айғайлап боқтап? Перс тек қана бір-ақ рет ондай жағдай болған, осы жақын, осы Перстің президенттік кезінде. Қателеспесем, ол Аякске қарсы ойыннан кейін болған. Сол кездері кірген, раздевалкаға қырған. Сол кездері командада өзгерістер болды ғой үлкен. Зидан қайтып келді. Сол дүниелер, бірақ былайынша Перс енді жасы келді ау меніңше. Ал Перес кіріп жай рахмет айтып үндемей шығу деген, ол командада демек әлі өзгерістер дұрыс бола қояды деген сөз емес қой, қыру керек бөт мүмкін кіріп ішіне айғайлап төңкеріп, сол кезде мүмкін өзгерістер. Әлде өзгерісті ым-жымсыз жасай ма бір топ? Ол жерде отырып, мысалы мен Сантьяго Бернабеудің киім ауыстыратын бөлмесі болса, айқайлайтын мен түсінемін да. Жоқ, бәрібір деп ойлаймын. Баварияның жанында ол жерде басқа жерде адамдар жүр, басқа дүниелер бар, әр елдің заңы басқа деген секілді ғой. Жаңағы Перстің де өзінің ойлағаны бар. Перс жалпы үндемей шешетін адам ғой. Үндемей жүріп, Роналдоны Реал Мадридтен кетірген, Рамсты кетірген, Икерді кетірген президент тірліктерін үндемей істейді деп ойлаймын. Винисиус, Мбаппе екеуін қайсы кетеді, қайсын жіберген дұрыс сіздің ойыңызша жанкүйерлік көзқараспен? Жалпы жанкүйерлік көзқарасым Килиан Мбаппенің Реал Мадрид футбол клубына ауысуын өте дұрыс емес деп санаймын. Сіз қарсысыз, Қарсымын. Постоянно айтып отырасыз. Келген кезде де қарсылық болды. Килиан Мбаппенің пойызы 2022 жылы жүріп кетті. Оған дейін неғымау керек еді, ауыспау қажет. Соған дейін ауысып алуға жетеді. Одан кейін Реал Мадрид өсіп кетті, дамып кетті. Біздің құрамда жалпы Родриго қосылды құрамға, Винисиус ашылып кетті, Беллингем келді. Сондай үлкен ауқымды құрам болған кезде, нағыз жоғарғы деңгей жұлдыздар болған кездері, олар сіңіспейтін мінезі ауырлау Килиан Мбаппені алып келіп қосты. Бұл дұрыс емес. Килиан Мбаппе PSG-дан Мессиді қуып шыққан,
ПСЖдан Неймарды кууп шыққан, үлкен жалпы Франция ұлттық құрамасынан Гризманды кууп шыққан адам ғой негізінде. Жаңағы Виниді қуып иә, шығармыз. Реал Мадридтен Виниді кууп шығатынына мен 100% сендім. Соған бара жатыр негізінде жағдай. Бірақ 27 жасында Чемпиондар Лигасын жеңіп алмаған, бірде-бір алтын доп жеңіп алмаған ойыншы. Алтын допқа Вини секілді жоғарғы деңгейде ешқашан таласа алмаған. Топ ойындарда әлем чемпионаты жайлы айтады, барлық финал жайлы әлем чемпионатын. Бірақ 2022 жылғы әлем чемпионатынан кейін Килиан Мбаппе қай топ ойында көзге түсті. Жеке өзінің мүддесі, статистикасы үшін ғана ойнайтын ойыншы, командалық ойынға сіңіспейтін. Сол ойыншын төңірегінде команда құру 27 жасында мен қаншалықты дұрыс деп. Мүмкін жарақаттар жата тұрғанда әлі дұрыс болатын еді. 5 ойын көрсетті ғой негізінде кім екенін Реал Мадридтің. Мысалы, Ситиге қарсы қандай әлем ойнап шықты команда. 2 қапталмен ойнады ғой Ситиге қарсы. Вини жапқан кезде ол ойлаған жоқ, Феде Вальверде оң қаптал арқылы атылып шығып ойнап кететін. Мысалы, Баварияға қарсы ойында қарайтын болсақ, бірінші ойында ортаға тастай берді. сол жаққа жағаласып жүр. Ол вингер болып жарытпайды, не шабуылшы болып жарытпайды. Ни рыба, ни мясо дейді ғой орыстарда. Сондай да. Ал Переске мысалға таңдау түссе, ол кімді болса да мүмкін, Мбаппе ме или Виниді ма қайсы? Дәл қазіргі таңда Флорентино Перес инсайттар бар. Виниді сақтап қалғысы келеді Реал Мадридте деген. Бірақ 2027 жылы келісімшарт мерзімі аяқталуына байланысты менің ойымша сататын келіп тұр мерзімі де уақыты да келіп тұр оған. Басқа енді екеуінде мысалға Мбаппенің орнына кімді алған дұрыс еді, сізде нұсқалар бар ма? Қазіргі емес, сол кезде Мбаппе Сол кезде ма, білесіздер ма, 2022 жылы ме да Левандовский Барселонаға ауысқан кездері. 23-те ма? 23-те ма, иә, 23-те. Сол кездері Левандовскийдің агенттері Реал Мадридке шыққан, ұсыныс тастаған. Харри Кейннің агенттері шықты Баварияға ауысар алдында. Бірақ біздің Флорентино Перес өзінің, мен айтамын, гештальт жабу терапиясы деп айтамын оны. Сол Килиан Мбаппе үшін барлық орталық шабуылшылардан топ деңгейдегі бас тартты. Меніңше Кейн сол кезде алынған кезде біршама ойнап бере алатын. Кеше көрсетті ғой, прессингке бара алатының, бүткіл командалық ойынға атсалысатының, команда үшін соңына дейін ойнай алатын ойыншы екенін көрсетті. Нәтижесін жасап берді. Сол Кейн немесе Левандовский екеуін біреуін алу керек еді. Енді сол ойынға оралайықшы. Куртуаның жоқтығы ма бұл? Әлде әсер ете ма ол да? Куртуаның жоқтығы қатты әсер етті ғой. Бірінші ойында Мануэл Нойердің Аламат Сейф керемет ойындары еді. Сол әсер етті. Бірақ бір фактын да мойындайықшы, сейф деп айтамыз ғой, бірақ біздің Реалдың шабуылшылары барып тек қана қолына ғана тебе берді. 2 метр қақпадан, мен айтамын ғой, 2 метр қақпада тұр ғой, 2 метр қақпадан кішкене басқа жағын, оң жағына, сол жағына тепсе, тек қана қолына теппе деп айтамын. Сол, бірақ біздің шабуылшылар тек қана қолына ғана тебе береді. Мысалы, Винисиустың бәлкім ана жерде қателеспеген кездері Реал Мадридқа басқаша әсер ететін еді ма? Бірде-бір шығып керемет мүмкіндікті қолдана алмады. Нервін ауыртты кәдімгі Луниның. Соңғы гол тіпті жай жанында ұшып барып, кез келген қақпашы ұстайтын қақпашының қателігінен кеткен гол ғой. Негізі бірінші голды салған кездері, бірінші алғашқы 5 минуттықта гол жібермеген кездері басқаша болар ма еді жағдай. Бізде Лунинді деңгейін жайлы да мен көп сынайтын адамдардың бірімін. 2024 жылғы кейбір кездері 2-3 ойындық перформансы үшін қатты жоғары қойып тастап, қатты жоғары бағалайтындар да бар. Ойын практикасы жоқ деген дүниелерді алға тартады да. Бірақ Баварияға қарсы болсын, жаңағы Мальоркаға қарсы ойында болсын, кәдімгідей ол ойын тәжірибесін жинақтап жаттығуда жүр ғой. Ол сенің әлемнің ең үздік ойыншылары саған қарсы жаттығуда соққылар жасайды. Сен олардың соққыларын дайындаласың, ол ойын практикасынан да жақсы деп ойлаймын, ондай ойыншылармен бірге жаттығудың өзі. Сондықтан ол ойын деңгейінің өзінің төмендігінің салдарынан ғой. Қақпашы алмай ма? Негізі резервте жақсы қақпашылар тұру керек қой. Реал Мадрид секілді командада мүмкін сол қақпашы мәселесін де қарастыратын шығар, осы жаңа, егер жаңғыратын болса жаңадан қайтадан. Әлемде қай клубты ашып қараса да екінші деңгейлі қақпашысы бәрібір де топ деңгейде болмайды. Жоқ, топ емес, жарайды, топ емес қой, бірақ енді бір жақсы бір более-менее тұратын ойыншылар да
Реал Мадридтің басты несі айыпы бар да, қорғаушы үшін 100 миллион евро төлемейді және қақпашы үшін 70-80 миллион евро төлеуге дайын емес. Мысалы, дәл қазіргі нарықта қосалқы құрамда отыратын қақпашыға қызығушылық танытсаңда 40-50 миллион, оны кім бар деген сұрақ бар да маған. Әлі әзірге жоқ. Бәлкім өзін Кастильядан алып шығатын шығар. Мысалы, Кастилья демекші Реал Мадрид жастар құрамы U19 Чемпиондар лигасының финалына шықты кеше. Қызық. Хуан Наваро деген қақпашы 19 жастағы, қателеспесем, 3 керемет сейв жасады және ойын барысында да өте жақсы жасады. Бәлкім Реал Мадридке Икер Касильястың жолын қайталап, академияға көңіл бөлген дұрыс шығар. Қақпашыға келген кездері соны шығаратын болса, қақпашыны академиядан шығаруға болады деп ойлаймын. Бірақ дәл қазіргі таңда Тибо Куртуа 34 жаста, оның келісім шарты бар. Ол да мінез бар. Егерде оның жанына топ қақпашына келіп қойып қоятын болсан, ол да ашуланады, бәсекелестік. Бірақ Тибо Куртуа дәл қазіргі таңда әлемнің номер 1 қақпашысы ғой, дәлелдеп берді оны талай. Сондықтан Реал әзірге Куртуа кетем дегенше қақпашыға ойланбайды. Ал жаңа сұрайды ұмытып кеттім, Винисиустың айласында Роберто Карлос бар ғой, қазір ол жақта қандай қызмет атқарады? Сол бір клубтың елшісі. Елшісі ма? Әйтеуір бүкіл жерге, Алматыға да келді ғой жазда. Күзде жаңағы бәр жерде жүреді. Былайша айтқанда енді Леви жүрген жақсы көреді, сондай жақсы көреді ғой. Сол мүмкін солар әсер етпей ма жаңағы Винидің қалуына? Енді қанша дегенмен сөйлеседі ғой, Перес оларды тыңдайды ғой бәрібір. Клубтың легендасы деген секілді. Перес легендаларды тыңдамайды. Тыңдамай ма? Тыңдамайды. Мен солай ойлағанмын. Флорентино Перес егерде аңыздарды тыңдайтын болса, аңыздарды клубтан биік санайтын болса, бізде біршама аңыз ойыншылар Реал Мадридте қалып мансабын аяқтау қажет еді. Қарапайым мысал Лука Модрич. Модрич мансабын аяқтауға мүмкіндік беру қажет еді. Реал Мадридте әлем чемпионатынан кейін. Бірақ мансабына балта шапты Реал Мадридтегі. Ол Миланда барып жарқырап жүр, ойнап жүр, 40-та болса да жақсы ойнап жүр. Бәлкім осы маусымда бізге Куртуадан бөлек біз жетіспей жатыр деп айттық қой, жаңа Баварияға қарсы ойында. Бәлкім алаңды ортаны оқитын Лука Модричтің де қажет болған шығар. Солай ойлаймын. Мен солай деп ойлағам негізі. Сол Карлостар әсер ететін шығар, жанында тағы бразилиялықтар жүр ғой негізі. Клубтың руководствосында соны ойлағам мен сөйтіп. Перес кіммен кеңеседі екен, мысалы, маған сол қызық. Флорентино Перес кез келген адам бір мысалы кеңесшісі болу керек қой, соның дәрежесімен сөйлесе алатындай мысалы. Мен соны Роберто Карлос екен деп ойлап жүрмін. Жоқ, ол тек қана өкілі ғой, делегация әр клубтан келеді ғой, сол елшісі қызметін атқарады. Ол қызметті кейбір кезде Икер Касильяс те атқарады. Сантьяго Солари да жүр ғой, сол кездерде келді ғой Алматыға. Олардың барлығы сол көмекші, сол клубтың имиджі мақсатында жұмыс жасайтын қызметкерлер. Ал былайша клубта өзінде нақты толыққанды шешімдердің барлығы тек қана Флорентино Перес арқылы қабылданады. Скаутинг бөлімі бар, главный скаутинг, яғни ең бірінші басшысы ол Юни Калафат. Реал Мадридке Родригоны, Биллингемді, Винилерді алып келген ең бірінші адам сол. Соны тыңдауы мүмкін, бірақ трансферлер басқа жөнінде бірінші және соңғы шешімді Перестің өзі қабылдайды. Жалпы ешкімге бағынбайды ол, өзі шешеді барлығы. Ал жарайды, кімді айтайықшы, Барселона ұшып кеткен кезде қуандыңыз ба? Оның ұшатыны белгілі болды. Ол алғашқы ойында да белгілі болды. Себебі чемпионатта беріп қою мүмкін Атлетико Мадрид. Кубоктық ойындарда Барсаға олар оңай жеңіле қоймайды. Барсан кубоктан да ұшырды, чемпиондар лигасынан да ұшырды. Менше Атлетико болды берген секілді, түсінді деймін, уже болды, бізге Ла Лига керек емес деп қол сілтеген сияқты, біз осы чемпиондар лигасына кетеміз деп бұрыннан айқындалып қойған бағыт. Маусымның басынан бері солай сондай планмен кірген секілді. Маусымға кірген кезде қателеспесем былай сұхбат берген болатын, сендер неге 3-ші орын аласыңдар деген, түгін қыркүйек айында қателеспесем. Ямал бар Барсада, Рафиния бар, Реал Мадрид, Эмбаппе бар, Вини бар. Мен қалай мына құраммен бірінші орынға таласамын, мен 3-ші орын алуымыз біздің ешқандай катастрофа емес дегенде келтірді.
кыркүйекте бере салды ғой негизи 9 оюн катарынан жеңилип сөйтүп жүрдү го. Бирок сол 9 оюн катарынан жеңилип жүрүп Реал Мадридти 5-2 кылып жеңип кетеди го. Былай Сондай Симеоне катты дайындалатын сыяктуу сол топ эки командаларга арнайы бир жаттыгуу жасайтын сыяктума сондай. мотивация берет. Асиресе Реалга каршы. Реалга каршы катты. Реалга каршы маскара мотивация менен чыгат. Ал төрешилерге байланыста. Төреши де куртту го негизи оюнда, onu мойындоо керек кой. Кай оюн деймин? Эки оюнда да басындагы Бавария менен болгон эки оюн. Бернабеудеги де, Альянс Аренадагы оюнда да. Асер этти го төрешинин шешимдери. Бернабеудеги оюнда төрешил, ол Майкл Оливерди койду го. Майкл Оливер ол агылшын негизи Премьер Лигасынын төрешилерин былай катты не кылады го, бирок жетишип турган төрешилерди билбейм. Әлем боюнча баардыгы кателесет го. Карымта оюнда дагы төреши мисалы Славко Винтич болду. Ол ана жерде Камавингага беретин эмес го негизи. Беретин эмес, сону. Эгерде үйтетин болсак деп бир жерде окуган болатынмын. Атлетико Мадридтин жанагы Барсага каршы соңку минуттарда убакыт созгон үчүн бүткүл оюнчуга экинчи сары кагаздарын берип, алаңдан кууп жиберетин убакыт болду деп. Төреши үлкен кателик жиберди. Ал жерде байкамай калды. Огон алдында берип койгон сары кагаз. Өйткені кызыл кагазды ойланып барып чыгарды го. Бирок Реал Мадридтин Чемпиондар Лигасына ұшып кетүүнө ол кызыл кагаз эч кандай асер эткени жок деп ойлоймун. Ол жерде команда жауапты ұшып кетүүнө. Командалык оюн болгон жок, командалык корганыс болгон жок. Командалык корганысты және де керемет жанагы бирде бир чыгып кететін мүмкүндүк болду го, Винига беретин кези болду го. Сол кезде берген жок Килиан Мбаппе мисалы басты. Экөө бири-биринен доп кызганат негизи, сондай бар го. Вини пасын берди го. Вини берди, Мбаппе бермеди. Диктатор дейди го. Соңку кезде портреттери чыгып кетти го, ана жер куй кирген. Сондай нелер жана енді жаңа маусым нелерди өзгөртүү керек сиздин оюңузду айтыңызчы. Мисалы жанкүйөр ретинде сол Реал Мадридтин жаңа күндүсүнөн сол тууралуу жазасыздар го. Енді баарын билесиз, бизге караганда кай оюнчулар кетүү керек немесе кандай өзгөрүш кажет? Реал кайтадан мурунку күчүнө енип, катарынан 3 рет болмаса да бир 2 рет Элчини утатындай келесі маусымда кимдер керек? Бапкер ма әлде Зидан келмейм деп айтты дейт. Зидан келмейт. Зидан Франция улуттук курамасын 5-6 жыл күттү го, және де Франция улуттук курамасы мына Килиан Мбаппенин минезин мысың басатын жалгыз түйрө адам әлемде ол Зидан экенин билет. Және сол бапкерди кысып ұстап отыр. Биз жакын арада ауқымды трансферлер болот деп айта алмаймын. Себеби ар оюнчунун Реал менен узак мерзимдик келисим шарттары бар. Сол жакын арада келисим шарт мерзими аякталатын оюнчулар бар. Солар боюнча келетин усунустар болсо кетет деп ойлойм. Ол биринчи кезекте Винидин шарты ол катты үлкен проблема тугузуп отур. Себеби ол Килиан Мбаппе менен Реал Мадридке менин түшүндүгүмчө олардын арасында мындай бир тематика бар да. Аңме го энди. Мен Реал Мадрид Чемпиондар Лигасын жеңип алууна 2 рет үлес коскон адамдардын биримин. Бирок мен сонда да жерме жексен этет, бирок Реал Мадридке бирде бир әлі кубокты сыйламаган, пайдасы жок. Мбаппени кудай кылып санайсыңдар да, оған жогары жалакы сунасыңдар, оған жанкүйерлөр ыскырыкша алмайт деген сондай устанымда онун агенттеринде. Сондуктан жогары жалакы сурап отурганы да сол. Сонда Мбаппе көп алама Виниден караганда жалакысы? Экөө бирдей алат. Бул бирок Реал Мадридтин канча алат солар белгилүү ма негизи? Бир жерде 18 миллион алат дейди жылына таза. 18 миллион евро. Реал Мадрид 20 миллион евро сунуп отур. 2 миллион еврого келисим шарт мерзимин узартуу акылга конумсуз. Эгерде ол басты жылдызы ретинде санайтын болсо ол оюнчуну. Келесі жылы Килиан Мбаппенин келисим шарт мерзимин узартуу боюнча келиссөздөр башталат. Себеби онун келисим шарт мерзиминин аякталууна 2 жыл калган. Ягни ол жерде агенттери Винидин күтүп отур, Мбаппеге канча айлык тагы да Реал Мадрид усунатынын. Мен ойламайм Килиан дәл азыркы алып отурган айлыгына келисим беретинине. Одан да жогары сурайт. Мисалы жанкүйерлөргө жакшы го, мисалы сиз осы көбүсү, мисалы сиз энди ичинде жазып баарын сызып жүргөн экен билесиз да, бирок
мисалга мен ондай нерселерди катты бир нетпейм да, бизге оюн картинасы гана көрүнөт го, мисалы жанкүйерлөргө да сол. Ал ана жакта балкыгып жатыр го, канчама маселе бар, ол да әсер этет го катты әсер футболчуга. етеді ғой, астарынан қарап отырасың ғой. Ол мен айтамын ғой, мысалы кейбір кездері желіде жаңағы ойыншылардың жақындары, әйелдері басқа жаңағы сұхбат беріп жатады. Ол деген ол ойыншының өзі емес, ойыншының өзінің ойын басқа бір адамдар арқылы жеткізу ғой негізінде. Ол деген раздевалкаға қатты әсер етеді. Сол дүниелерді түсіну қажет та. Негізі әр нәрсе жаймен қаланады ғой, кірпіштен қаланады ғой барлығы, сосын барып ол бір күні құлайды қатты қысымнан. Сондай дүние болып жатыр да. Енді бізге бір орталық жартылай қорғаушы қажет. Одан бөлек жартылай қорғаушы қажет, креатив беретін плеймейкер өте жақсы. Оң қаптал вингері қажет Реал Мадридке, себебі Родриго Гоястың қашан оралатыны белгісіз. Ол маусым болды, кетті ғой. Кетті, жылы бітті ғой ол ойнамайды үшін. ғой. 9 айға кетті, кемінде. Одан бөлек Эндриктің қайта оралғанымен ол проблема, ол шешіле ма шешілмей ма белгісіз. Так, содан кейін қателеспесем Реалға тағы да баспен ойнай алатын жоғарғы деңгейдегі шабуылшы қажет. Нағыз таранный форвард дейді ғой, сондай форвард қажет Реал Мадридке. Және де Винисиус Жуниордың орнын алмастырып алаңға шығатын сол қаптал вингері қажет. Ол вингер бар, Виктор Муньоз деген бар. Осасунаға жалға сатып алу құқығымен сатылған сол ойыншыны қайтарып алады деп естідім Реал Мадрид. Және сол кезде Виньяға бәсеке тудырады. Килиан Мбаппеге жаңағы бәсеке тудыра алатын шабуылшы болса, таранный типтағы алатын болса, үміттенем, алады деп. Хосело секілді, мысалы, Хосело баспен әдемі ойнайды ғой, голдар соғады. Одан бөлек Дани Карвахальдың кетуіне байланысты біз ЛЗ қажет. Оң қаптал қорғаушысы қажет. Себебі Трент өзінің деңгейіндегі қорғаушы емес, бәрібір де атқаратын. Карвахаль аяқтай ма осы карьерасын, әлде басқа командаға кетеді? Мансабын аяқтамайды, Европадан кетеді, Катарда мансабын жалғастырады. Оның алаңға шығып жүрмеуінің салдары ол жалпы осындай. Реал Мадрид жаңа айтты, Перс аңыздарын сыйлайды, тыңдайды деп. Перс аңыздарын сыйламайтын және тыңдамайтын бір кепіл осы. Дани Карвахаль мысалы қосалқы құрамды жай ғана қарап отыр, жарақатынан барлығынан айыққан, бірақ ойнатпайды. Егер де ол жоғарғы деңгейде ойнап қоятын болса, ертең жанкүйерлер одан спрос сұрайды да. Ол жағдай Пепемен орын алған. Пепе Реал Мадридте қосалқы құрамда отырып кеткенмен жоғарғы деңгейде Портуда ойнады, оның алдында Фенербахчеде. Фенербахчеге кетті ғой Реалдан, ол жақсы ойнады. 40-тан асып мансабын аяқтады ғой. Серхио Рамос Реал Мадридтен кетіп жақсы ойнады ПСЖ-да. Саясат қой бұның барлығы. Реалдың сондай өзінің дүниесі бар, айналысатын. Сонда осыны бәрі құрбан қыла сала ма? Мысалға мен клуб президенті болсам, Баварияға қарсы мен жақсы құрам шығарып, ондай жоқ па сонда? Дәл қазіргі таңда футбол бизнес қой. Кім алаңында жүреді, кім просмотр көп болады, кім ақша алып келеді деген дүние ғой. Жалпы Перстің тактикасы футболдан ақша жасау. Бұрыннан сондай ғой, негізі галактикос жинаудағы мақсат. Трофей, ұлылық сол. Және де осымен 3-ші галактикосын жинауға тырысты. Бірақ ол 3-ші галактикосы нәтиже берген жоқ. Мен тынышталады деп ойлап едім, тынышталмады ғой бірақ. Тағы 4-ші галактикасы қашан жетеді? Оған жасы да несі де жетпейді уже. Осыдан кейін ол мансабын аяқтайды, президенттікке жақын аяқтауға негізінде. Сонда кетсек, негізі кетеді ғой, орнынан, Реалдан бір уақыты бар ғой оның, 28 немесе 29-ға дейін президент ретінде сайланған. Биыл сыбыстар шықты оның қызметіне кететіні жайлы. Ал оның орнына келген адам ізбасары жоқ. Жүрмей ма? Жоқ қой, Немесе өзі жаңағы көлеңкеде дайындап отыр ол ізбасарды, ешкім білмейді. Бірақ Перстің егер де Реал Мадридке былай қарап қосқан үлесі, жасап жатқан стадионы барлығына қарайтын болсақ, ол үлкен не ғой, бизнес жасап кетті ғой. Ол Реалдың 100 жылдық тарихын жазып кетті деп ойлаймын, бизнес нұсқада. Барлығы бір Сантьяго Бернабеудің өзі жоғарғы деңгейде өте керемет. Бірақ оның орнына келетін адам сол Перстің конспектісімен жұмыс жасай ма, жасамай ма, ол да белгісіз. Ол қиын. Тақтар таласы басталады ғой жалпы айтқан кезде.
Ал келген адам ыдырап жіберуі де мүмкін ғой, Иә, шыдай алмай қалуы да мүмкін ғой. ондай жағдайлар болған ғой. Перске дейін перс қызметінен кетіп қалып осындай раздевалкаға ие бола алмай 2006 жылы нәтижелері өте төмен болып кетіп қалады командадан. Соның орнына Хорке Вальдано дейтін президент келеді. Ол келгенмен команда жоғарғы деңгейде айтарлықтай нәтиже көрсетпейді. Сосын 2009 жылы Перс қайтадан өзі Реал президент ретінде сайланады. Сондай дүние бар да. Негізі осы клубты ұлы қылып ұстап отырғанда сол Перестің де үлесі көп қой негізі. Үлесі зор. Енді Сантьяго Бернабеуден кейін көтеріп жетістікке жеткізген сол ғой. ол ұлықтала ма екен кейін мысалға стадион беріп бола ма екен, мысалы тарихындағы мықты адамдардың бірі ғой енді. Қателеспесем, Реал Мадридтің бір жаттығу базаларында Флорентино Перес атындағы есім берілген. Және Флорентино Перес өзінің есімін тірі кезінде беруге барлығына тыйым салған. Бірақ жақын арада егер де бір кетіп жатса о дүниелікпен ешкім мәңгі емес қой, болашақта бәлкім оған бір жаңағы Вальдебебаш жаттығу кешені дейді ғой, соған Флорентино Перес жаттығу кешені деп ат беруі мүмкін деп ойлаймын. Тек соны ғана ма? Бірақ стадионға келетін болса, ол стадионды қиын ауыстыру. Ол жанкүйерлер қатты наразы болғанда үйреніп кеткен ғой, ол одан кейін қиынырақ болады. Жақсы, енді биыл Ла Лига болды ғой, Ла Лиганы жіберді ғой енді. Бәрін жіберді. Үміт бар ма? Реалдың жанкүйері бар енді досым. Соған айтсам, есептеп қойған ғой, қара даулас болмайды да, міне біз мынадай ойнайды деп. Қарсыластарға дейін есептеп қойған. Жоқ қой, мүмкіндік негізі. 9 ұпай деген айырмашылық қуып жету мүмкін емес. Мүмкін емес қой. Мүмкін емес, ол үшін барса шоуын жерлеу керек қой. Жеке өзінің кездесуінен бөлек Реал Мадрид бүткіл ойында жеңу қажет. Ол өте қиын. Бір мынау неден кейін Чемпиондар Лигасынан ұшып кеттік деп бір қайғыратын болмаса барса, бұлай қарсыластары Реалға қарағанда жеңіл. Реал Мадридте келесі турда Алавес, одан кейін Бетис, ең соңғы турында Атлетик деген сынды ғой. Оның барлығы Чемпиондар Лигасының жолдамасы үшін таласып жатқан командалар Ла Лигада. Реалға қиын болады. Реал жалпы екінші орын, енді қателеспесем екінші орынды нақты шегеледі-ау деп ойлап отырмын. Алдағы ойындарда ұпай жоғалтпау қажет. Екінші орыннан үшінші орынға сырғитын болса, сол кезде нағыз масқара болады. 11 ұпай қалып келеді. Жалпы сондай болып келе жатыр ғой, бірақ алдағы ойындарда Реал Мадрид керек емес жерде атылып қалатын дүниесі бар. Иә, болмайтын командалардан. Алавеске қарсы ұпай алады. Мынандай не қылғаннан кейін, жеңіліп қалғаннан кейін, моральдік, физикалық тұрғыдан шаршағаннан кейін Алавеске қарсы қалай ұпай алатын, қалай ойнайтыны маған қызық мысалы. Арбело болды, осы сезон соңына дейін отырады, жай уақытша келген адам ғой ол. Негізі уақытша келген адам ғой. Ол жалпы Ла Лиганы жеңіп алса да қызметіне қалмайтын бапкер ғой. Себебі ол әлі раздевалкаға толық өзінің жақын былай не қылғанымен, жақын қарым-қатынас орнатқанымен, оның әлі тактикалық сырой бапкер дайын емес жоғарғы ойындарға әлі де. Барынша тырысты, оны кінәлай алмаймын. Қанша қаланбасам да оның бапкер болып келгеніне. Бірақ ол дәл қазір сол Реал Мадридті сол болотадан шығаруға тырысты, шығарып көрді. Бірақ кейбір ойыншыларды ол негізгі құрамнан алып тастай алмайды, оның несі келмейді, қолының күші келмейді оны. Сондықтан ол бар дүниені жасады. Рахмет маусым үшін оған. Барлығы кінәлап жатады ғой, жалпы Алонсоны бекер алып тастадыңдар, сендерге бұл карма, анау-мынау деген дүниеде. Негізінде басты мәселе Алонсоны бекер маусым барысында қойды бапкер ретінде. Жалпы осы бұрындарды осы подкастқа келген кезде айтқан болатынмын. Алонсон жалпы тактик системник тренерді мен Реал Мадридтің бапкер ретінде көрмеймін деп. Ол келіп раздевалкаға ие болудың орнына раздевалканы өзіне қарсы шығарды. Тактиканы әр ойында әртүрлі негізгі құрамдарды итерді. Мысалы, оның әр ойында ұпай алуының басты себебі Реалдың сол кезде маусым басында ойыншылар кірді, маусым барысында енді ғана кірді. Жаңағы шаршау болған жоқ, қосымша физикалық тұрғыдан жарақат болған жоқ. Соның салдарынан жеке ойыншылардың перформанстық қасиеттері арқасында жоғарғы жаңағы ұпайларын жинап алды қажетті. Бірақ нағыз келген кездері
нағыз сыналатын кезінде қатты қателесті, жеңіліп қалды. Бірақ енді Алматыға негіз құрамды алып келді, рахмет Ол соған. енді мысалы Алматыға Қайратқа қарсы негіз құрамды алып келу анонсын үлкен қателік қой негізінде. Полный келді ғой. Не үшін келді мысалы? Өткенде Ақтөбе сияқты Арысқа қарсы Наниді алып барған бүкіл құрамын сол сияқты болды ғой. Нани Арыста жүрген кезде шоке болғансың ғой көріп. Сондай болды ғой енді. Сол кезде мен бір рет сол кезде таң қалғам, Реал келген кезде негізгі құрам емес. Өткенде Ақтөбе Арыс ойнаған кезде таң қалдым. Негізгі құрам негізі келген кезде де Алматыда Реал Мадридтің ойынында онша болған жоқ қой негізінде мойында. Иә, енді класспен енді ойыншылардың тек қана жеке шеберлік. Енді сол ойын барысында, маусым барысында көп ойындарды солай жеңіп алды. Қыркүйек негізі оны желтоқсанға жеткізбей бәлкім қызметінен қууға жетеді ма. Маусымға негізі дайындығы болған жоқ, 50% сол бапкер, одан кейін 30% жарақаттар қатты әсер етіп кетті маусымның шешуші бөлігінде. Одан кейін 20% ойыншылар арасындағы түсінбеушілік. Ал Анчелотти болған кезде Алматыға келмейтін еді ғой негізгі құрамда, Мбаппе. Жоқ, жарты құрам демалдырғызатын қандай жағдай болса да, ол сондай бапкер. Мысалы маған 8.000 шаршы шақырымды ұшып келу не үшін ұшып келді? Егерде ақыры сен Чемпиондар лигасының жартылай финалына шыға алмайтын болсаң. Вальвердені айтамын, ойнамады. Вальверде мен Алонсо арасында екеуі сол кезде қырылып қалған ғой. Иә, сол кезде түсінбестік ол жерде. Иә, сол кезде түсінбеушілік болған мысалы. Ол кеткеннен кейін ол қалай ойнады жарқырап жайын. Сондай сұрақтар бар да. Енді нұсқалар айтып жатыр ма? Кімдер бар бапкерлерін алып келетін? Реалға анышамыша бапкер ұсыныс түссе де келе бермейді ғой Реалдан. Нақты 5 позиция қарастырып отыр Юрген Клоп. Егер бірақ Юрген Клоп өзі келемін деп үлкен бапкерлікке айту қажет. Меніңше бірақ Клопта да қиындау болады Реал Мадридке, себебі ол прессингпен жүретін ойыншы. Ойын стилі сол келіңкіремейді. Келіңкіремейді, иә. Ливерпульде болған неме. Ол Ливерпульде болған уақыт қажет болды, және де ең соңғы кезінде ол күйіп кетті Ливерпульде, қатты жанып. Содан кейін ол жағын арада айтқанмен былай келмейді-ау деп ойлаймын. Екінші нұсқа ол Маурисио Почтеноны қарастырып. Маурисио Реалға Тоттенхэмді басқарып жүрген кездері ұсынысын қайтарып жүрген түгіні Лопатеги Зиданнан кейін бет содан ұсыныс жасаған болатын, соны қайтарып жүрген болатын. Негізі өте жақсы нұсқа деп қарастырамын Лопатегиді. Кімді? Маурисионы. Одан кейін айтылып жатқан бар Аргентина ұлттық құрамасының бас бапкері Скалони. Скалонида бәлкім ойын стилі келуі мүмкін, ойын стилі. Және де мен осыда қаңтар айында бір өзімнің жеке жанкүйерлік инсайттарыммен бөліскен болатынмын. Мысалы бізде Реал Мадридте жаяу жүретін, пешком прессинг жасамайтын, тағы да тоқталатын менің сүйікті Мбаппем бар. Ол Месси сынды ойыншымен жаяу жүрді деп сынайды ғой 2022 жылы. Бірақ сол жаяу жүрген Мессиді ойнатып, соның жанында команда жасап, әлем чемпионатын жеңіп берді. Сызықшаға алып қояқшы жаяу жүрді деп мен Мессиді неғып жатқан жоқпын, төмендетіп бірде жатқан жоқпын. Жанкүйерлер арасында сондай бар да. Тактикалық тұрғыдан ол ойыншыны жаяу жүргізудің өзі де үлкен не ғой негізінде. Бас керек қой оған. Одан кейін Дидье Дешам жайлы ақпарат бар. Диктатордың сүйікті бапкері. Ол кез енді Мбаппе бүткіл Франция ұлттық құрамасын алып келетін шығармыз ол кездері. Бірақ мен 10 жылдан асып кетті оны Франция ұлттық құрамасының бас бапкері тізгінінде жүргеніне. Клубтық деңгейде басқара алмады-ау осы. Клубтық деңгейде басқара алмады-ау, және құраманы басқару бөлек, клубты басқару бөлек деп ойлаймын. Сондықтан Дешамға қиынырақ болады. Ал Зиданды Перес өзі әкелгісі келеді ғой, келеді, бірақ Зидан сол келісіп қойған. Аллегри жайлы айтылады, бірақ Аллегридің футболы Реал Мадридке антифутбол. Антифутбол ол келмейді, ол футбол. Қорғаныспен Реал Мадрид ойнай алмайды ешқашан. Және де сенің сапында Келиан болса, Вини болса, тіпті Вини сатып қойсаң да басқа ойыншы алып келсең де, Беллингем жүрсе, мына жағында Родриго дейді жарайды, Эндрик болсын, басқа болсын. Өзіңіз ойлаңызшы, қаншама топ ойыншылар жүрді Реал Мадридте. Бір гол соғып, бүткіл не қылып қорғанып отырғанын көру, елестету деген ол. Жүрегің инфаркт қой ол. Атлетикоға келетін шығар енді. Атлетикоға келеді. Бірақ енді Реалға келіңкіремейді сәл ойын тактикасы. Бірақ
қаласа да қаламаса да бапкер алу керек осы бапкер алмастыру қажет, және де сол бапкерге соңына дейін мүмкіндік және үлкен қолдау қажет. бір маусым бойы. Бір маусым бойы нақты беру қажет. Егер де Килиан Мбаппені құрамнан алып тастаймын десе, рұқсатын беру қажет. Ешқандай ойыншы клубтан биік емес. Виниді құрамнан алып тастаймын десе, алып тастау қажет. Үшінші маусым Реал Мадрид жүлделерсіз жүре алмайды. Үлкен жүлделерсіз жүре алмайды. Себебі бірінші өткен маусымда Реал енді кішігірім жүлделерді жинап алды. Жүлдесіз осы маусым ой негізі аяқталып жатқан Реалдың. Сондықтан бапкерге үлкен кеңдік беру қажет. Және де жанкүйерлер тарапынан ойыншыларға хейт емес, кішкене қолдау болу қажет деп ойлаймын. Бернабеуде мысалы келіп алып фанаттар үлкен ысқырық шағып жүрді ғой. Ол дұрыс емес. Мысалы Баварияға қарсы ойында Сантьяго Бернабеуде лайықты деңгейде қолдау болған жоқ бір жағынан. Бірақ сол қолдауды олар Альянс Аренада жасады командаға. Қарап отырсам жаңа желіде жүктелген видеоларда Альянс Аренаның жоғарғы бүткіл трибунасын алып алып басына көтерген Альянс Арена. Сондықтан сондай қолдау болды да, Реал мысалы өте жоғарғы деңгейде ойнады. Сол қолдау Бернабеуде болған кездері басқаша болар ма еді ма дегендей сұрақтар туындайды. Жанкүйерлер кейбір кезде өзінің қызметін жоғарғы деңгейде атқармайды. Соңғы сұрақтардың бірі болсын, мынаны айтыңызшы, мен күлкім келеді негізі, бірақ енді бұл кішкене жанкүйерлік көзқараспен айтады да. Роналдо келеді дейді да Реалға. Сондай дүниелерді түсіндіріп. 41 жастағы Криштиану Роналдо 27 жастағы Килиан Мбаппеге қарағанда жақсы ойнайды. Солай ойлайсыз ба? Жақсы, солай ойлаймын, бірақ ол келмейді Реал Мадридке. Оның уақыты да барлығы өтіп кеткен. Бірақ егер де маған таңдау болатын болса, мен Роналдуны 41 жасында да Реал Мадридке алып келуге тырысатын едім. Перес негізі қарсы болмай ма екен, негізі егер келейінші деп сұраса бірауыз? Қарсылық танытпайды ғой, бірақ ол уже өзінің несі арқылы команданың жастар өсіп келе жатқан өскелең ұрпағына, жұлдыздарына басқаша кері әсер етіп қалуы мүмкін. Ол өте медийный адам ғой. Мысалы Гонсало Рамошты қалай жеп тастады Португалия ұлттық құрамасында. Тап сондай да, егер де мысалы бізде жанкүйерлер мәдениет бар қалыптаспағанда көпшілікте былай ойлайды да, 41 жастағы Роналду маусымда 70-80 ойын болса, сол 70-80 ойынның барлығына қатысуға жетеді. Ол қатыса алмайды. Өзіне шектеулі минуттары болған кездері ойнайтын болса болатын еді. Оны өзі егер де 10 ойынға сондайға келісетін болса, ойынның соңына қарай шығуға келісетін болса, сабын әдемі аяқтап кетуге негізі болады қарастыруға. Өйткені ол прессингке Килианнан да гөрі жақсы жүгіреді. Араласады. Ол Килианнан да гөрі көшбасшылық қасиетке ие. Ол баспен өте керемет ойнайды. Мынау Реал Мадрид бұрындары Роналдо, Рамос бар кездері алаңда сен плюс 12 ойыншы болып шығатын едің ғой. Иә. Ал мына Килиан Мбаппе тұрған кездері сен минус 10 ойыншы болып шығасың да, бір ойыншың болмайды, прессингке бармайды. Оны барлығы айтады. Егер де футболда прессинг маңызды рөл атқарады, дәл қазіргі футболда. Және де сен ол прессингті сен толық бүткіл команда болып жасамасаң, ол жасамайды. Ол өзі де мойындаған, егер де мен прессингке бармасам, менің ең нашар, ең әлсіз тұсым осы прессингке бармау дейді. Сұхбат берген осылай отыр болды. Осы ұлттық құрамалар үзілісінде. Мен прессингке бармаймын, сол кезде мен артындағы команда да бармайды дейді. Оның барлығын біліп, барлығын айтып отыр. Шынымен де Реал Мадрид Килиансыз прессингке барды. 5 ойын дәлелдеп бердім. Содан кейін прессингке бармайды. Мбаппе жүрсе, өйткені ол қазір бұрынғыдай емес та футбол. Жеке мүдделер үшін ойнағысы келмейді да ешкім. Мысалы, Роналду мен Бенземаның дуэтін қарасаң, Бензема мансабын клубтық мүдде үшін, Реал үшін өзінің жеке статистикасын 2-ші орынға қойған ойыншы ғой. Бәрі Роналдоға берді ғой. Барлық мүмкіндік, барлық еркіндікті Роналдоға берді. Роналдо бірақ өзіне артылған сенімді ақтап берді да, ойнап берді. Ал қазір қай клубты ашып қарасаң да, қай команданы ашып қарасаң да, бір лидер жоқ сондай. Лидер жоқ. Не қылмайды. Тіпті Ситидің өзі Холланд үшін өйтіп ойнамайды ғой. Барселона да Ямал үшін ойнамайды. Ямал Барселона үшін де олай ойнамайды. Олда да Атлетикоға қарсы ойында талай өтпей қалған финттері барлығы жетеді ғой. Момент ұстап қалғаны жетеді. Арсеналды ашып қарасақ та сондай. ПСЖ-ның өзінде де лидері жоқ мысалы. ПСЖ демекші Килиан Мбаппе
кетіп қалғаннан кейін 2 рет чемпиондар лигасының жартылай финалына шығады. Оның өзі үлкен нәрсе ғой негізінде. Луис Энрике кезінде айтқан ғой, сен көшбасшы болсаң, Килиан, көшбасшы болу деген ол тек қана гол соғу емес, сен прессингке де араласу керексің, команда үшін тұру қажетсің, қорғану қажетсің деп. Бірақ сол әлі Нәтиже бермеген, бірақ соны айтып кеткен. Енді осы маусым енді бәрінен қағылды. Суперкубокта жоқ, кубокта жоқ. Кубоктан ұшып кеткендерін айтамын да. Кубок Реал Мадридтің несі емес қой. Енді оны Стихиясы емес қой. 30 жылда 50 жылда 7 рет жеңіп алған қателеспесем. Сондықтан айтып жатады ғой, былай 3-ші дивизионның командасына қарсы жеңіліп қалды деп. Реал Мадрид одан да зор командалардан, Роналду бар негізгі құрамда ұшып кеткен кезінде. Так что оған ренішудің ештеңе жоқ. ЦСКАдан Роналду жоқ кезде жеңіліп қалғанбыз. Ол чемпиондар лигасында. Неге солай қарайды? Неге Барселона солай жасамайды мысалға? Ол да мықты ғой состав, бірақ неге Реал Мадридте требл не үшін жоқ? 3-ші составын шығарады мысалға. Реал Мадридте не үшін требл жоқ? Кубокқа мән бермейді екен. Кубокқа. Кубок деген ол Испанияның кезінде. Суперкубок, УЕФАның суперкубогы деген өмірі былай жүлде деп қарамаған ғой. Бірақ Реал Мадрид кубокта, суперкубокта алады, УЕФА суперкубогын кәдімгідей көп алған, ең көп жеңіп алған команда. Жоқ, соны айтамын, бірақ оған да бір андай алайық деп шықпайды ғой, жеңе бір шыққан. Екінші сорттағы жүлделер, үшінші сорттағы жүлделер. Солай қарайды, иә. Ең бастысы алтын дубль дейді ғой, чемпионат және чемпиондар лигасы. Енді 15 дүркін чемпиондар лигасының жеңімпазы, 36 дүркін Ла Лиганың жеңімпазы. Топ 5 чемпионатта қателеспесем Реал Мадрид ең көп чемпионат жеңіп алған команда. Чемпиондар лигасын жеңіп алғаннан кейін, мысалы Реал Мадридтен қойылады 1 сағаттан кейін, 2-ші сағаттан кейін 16-шы кубок қайықта деп отырады ғой фанаттар. Кубок жеңіп алғаннан кейін келесі кубок қайықта деп сұрамайды. Содан-ақ біле беруге болады. Уже қызық емес сияқты, мен ойымша, чемпиондар лигасы. Балаларына бер қойып кубокта өздері фотоға түсіп сөйтіп жүр ғой. Мүмкін басқа сол суперлигасы керек шығар. Негізінде былай Испания кубогы жайлы қатты астарына түсіп тексеріп не қылатын болса, оқитын болса, ол жерде үлкен негіз саяси астарлар бар. Сол үшін Реал Мадрид ол кубокты аса қатты жақтыра бермейді. Сондай ма? Негізі ол кубок Франко деген диктатордың кезінде пайда болған сол кісіге байланысты ғой негізінде көп жерде. Сол үшін қатысты не қыла бермейді. Өйткені қос клубты сол кезіндегі бүткіл Реалдың жетістіктерін сол Франкоға не қылады да, асырады, бірақ сол кубокты құрып берген, сол дүниелер жасап берген, және сол кубокты сол Франконың кезінде де ең көп жеңген Барселонаға. Сондықтан аса мән бермейтін де солау деп ойлаймын. Өйткені диктаторға тиесілі клуб деген секілді сондай дүниелер айтылды кезінде, содан кейін ол кубокқа да мән бермейді асаға. Енді жанкүйерлер енді көрдіңіздер ғой, неше түрлі біз жанкүйерлер ойламайтын, миына жетпейтін дүниелер ар жақта болып жатыр. Сондықтан бұл тек қана қазір жанкүйерлер ойлайды ғой, тек олар ақшасын алады, тренировкасын жасайды, барады, жуынады, қайтады, ойнайды деген секілді. Одан да бөлек миллион нәрсе бар, арасында контрактілері бар, жарнамалары бар, бірдеңесі бар, қосымша ақша табу керек, брендтерін сату керек деген секілді. Сондықтан бір жағынан бұл футболшыға керек емес нәрсе сияқты, мен кері әсер етеді ғой бұл. Ойыншы, сіз мысалы ойнап жүрсіз, бірақ сіз ойында жүріп, сіз ана брендіңізді ойлап жүресіз, бір сіздің атыңызда мысалға киім бар, бірдеңке бар, бизнес қой былайша айтқанда. Сіз ол кезде уже футболист, бизнесмен боласыз ғой. Килиан Мбаппе ПСЖ-мен соттасты ғой айлығына. Әдемі ойнап келе жатты маусым басында. Келеді да, ол 58 миллион евро қалған айлығы үшін соттасады. Содан Реал Мадридке қарсы ақпараттық шабуылдар жасалады, жарақат. Тізесін шатастырып алды деген жарақаттар жайлы әңгімелер айтылады неше түрлі. Содай дүниелердің барлық ақпараттар шығады, және оның барлығын дерек көзі француздық басылымдар. Ол ойыншыларға да, командаға да, басқаға да қатты әсер етеді ғой. Сырттан жасалынып жатқан шабуыл болады ол ақпаратта. Оны бұрыннан айтып келеміз. Негізінде ақпараттық шабуыл өте көп. Және де дұрыс айтып отырсыз, жаңа әр ойыншының артында көптеген адамдар тұрады. Мысалы Реал Мадридте бір
бір қарапайым ардагерлерді алып қарайтын болсақ, ардагерлердің артында 20 шақты адам жұмыс жасайды. Нақты Оны ол айтасыз, ресми дәлелденген. КПЛ-да бір футболисттің артынан 3-4 адам жүгіріп жүреді, 5-6 адам. Аспазы, Енді физиотерапевті, массажисті, үйі басқа машина айдайтыны барлығы бар, және ол ойыншы алаңға шықпайтын болса, ол ойыншы там минуттарын алмайтын болса, сол ертең ол не қылады, ақшадан қағылып қалады, ол контракттардан қағылып қалады. Сондықтан оның барлығы оның ойыншының ойында тұрады да. Бұрынғыдай футбол футболға тек қана футбол ойнайтын адамдар қазір санаулы ғой, жоқ қой өте деймін жоқ. ойымша. Бәріне қағып тастап ойнай беретін бір ойыншы пайда болды, ол қазір Ширки ғой. Сол Ширки ол жаңағы шектен шығып кеткен да, өзі шекте жүрмейді. Сол болмаса былай қазір барлығы сол ойлайды, жеке бизнестерін ойлайды. Жақсы, енді Ақмата ханым, біздің уақытта біраз жерге келіп қалып, негізі лимит қойылған, бірақ әңгіме қызып бара жатыр. Негізі айтатын дүниелер әлі көп қой, сондықтан да келесі бір подкасттарға тағы келіңіз, бір Реалдың Ла Лига аяқталған кезде тағы бір подкаст жасасақ болады, қорытындылап. Сондықтан да бүгінгі бағдарламамызға уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осы шығарылым осы жерден аяқталды. Осы шығарылым астында сілтеме тұр, комментарий бөлімінде солған өтсеңіздер, біздің демеушілеріміз сіздерге тамаша сыйлықтар дайындап қойған екен. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.